Сәлеметсіздер ме, құрметті қауым? Менің есімім Нұрсапаева Самал Елемесқызы, Талдықорған білім инновация лицейінде педагог-психологтың қызметіндемін. Назым Хикметтің бақыт туралы сөзі, бақыт ол таңертең жұмысқа асығу, кешке үйге асығу деген сөзі өзіме жақын деп ойлаймын. Адамның өмірінде өзінің айналысатын ісін жақсы көру ол өте маңызды. Мен әр кезде өзімнің мектебіммен мақтанышпен айта аламын. Ұстаз ретінде және ата-ана ретінде де. Білеміз, жасөспірімге маңызды ол оның қоршаған ортасы. Яғни оған айналасындағы адамдар ол авторитет болып есептеледі. Сондықтан менің өзімнің балам жақсы ортада білім, тәрбие алып жатыр деп сеніммен айта аламын. Лицейдің артықшылықтары өте көп. Ең маңыздысы, әрбір ұстаздарымыз өз ісіне сүйіспеншілікпен, адалдықпен қарайды. Және барлық ұстаздарды, барлығымызды біріктіретін бір маңызды тағы нәрсе айта кететін мақсатымыз. Демек, ол алдымызда отырған оқушыны жан жақты тұлға етіп қалыптастырып, бойындағы мүмкіндіктерін дамытып, болашақ жаңағы өмірде өзінің орнын табуға көмектесу. Енді өзім жалпы психологиялық қызметімді айтып кетсем мектептегі. Психолог деген ол кім? Қазіргі кезде оның рөлі қаншалықты маңызды. Өз сөзімен айтсам, психолог ол оқушыны ата-анамен, оқушыны әкімшілікпен, оқушыны пән мұғалімдермен, оқушыны сынып жетекшімен байланыстыратын адам деп айтуға болады. Немесе өз сөзімен байланыс көпірі деп айтуға болады. Қазіргі кезде психологиялық қызметте мүмкіншілік өте көп. Жеке оқушының жалпы толық психологиялық портретін жасауға болады. Психофизиологиялық жағынан, жеке даралық қабілет жағынан, интеллектуалды қызығушылық жағынан, мінезі жағынан толықтай ол үшін жаңа сараптама жасап, оқушыға мінездеме беруге болады. Және де бізде айта кететін бір адамдарға тән бір қасиет бар. Әрқашан басқалардан өзіміз туралы пікірді естігіміз келіп тұрады. Соңғы кезде осы қасиетті біз ата-аналардан да байқаймыз. Ол мектепке келгенде мен өзімнің оқушым туралы білсем деп келеді. Бұрынғы кезде мынандай не болған ұғым, егерде тек қана қиындық болса, немесе бір проблема болса ғана психологқа келу керек деп. Қазіргі кезде не байқалады? Әр келген ата-ана психологқа жолықсам екен, ол кісінің пікірін тыңдасам екен, менің балам туралы не айтады екен деп жаңағы келіп кетуге тырысады. Әсіресе соңғы 2 жылда бұл өте жақсы байқалады, бұл өте керемет. Мысалы, жеке кездесулерге келеді. Өзімде жаңағы тәжірибемде өткізіп жатамын. Жеке әр оқушы туралы мағлұмат берген кезде ата-ана қызығады, келеді. Немесе жалпы семинарлардан кейін жаңа байқап жатамыз. Семинардың тақырыбы мысалы мынандай болды: жасөспірімдердің ерекшеліктері, уәждемесі және мақсатқа жетуі. Осы семинардан кейін көптеген ата-ана келіп, шынымен де мен білмейтін нәрсе өте көп екен ғой деп жаңағы өзінің ризашылығын білдіріп жатты. Тағы да бір мысал ретінде осы кездесулерден не байқауға болады? Көптеген ата-аналар жаңағы өздерін бұрынғы кездегілермен қазіргі балаларын салыстырып жатады. Әрине, ата-анаға осы ерекшелікті жеткізу ол өте маңызды. Ата-анаға да, ұстазға да. Қазіргі ұрпақ Z ұрпағы дейміз, Z ұрпағына тән қандай қасиеттер, қандай ерекшеліктер бар? Ол біріншіден технология балалары, ақпаратты визуалды қабылдайды дейміз. Олар бұрынғы ұрпаққа қарағанда ата-аналарына сенім артпайды. Және көп мәселелік олардың тағы да бір ерекшеліктері деп айтуға болады. Демек, жаңағы келген ата-анаға осыны айтып түсіндіру өте маңызды.
жеке жұмыс жүргізуде де осыны ескеру, ол баланың оқыту стилі қандай қарым қатынас орнату керек, ата-ана ретінде білген ол өте жаңағы пайдалы деп ойлаймын. Және де оқушылармен кейінгі кезде қандай тақырыптар олар үшін қызықты және өзекті екенін де білуге болады. Мысалы, өзімнің семинарларымнан оны байқап жатамын. Тақырыптары мынандай: креативті ойлау, позитивті ойлау, шығармашыл болу, уақытты тиімді пайдалану, эмоционалды зият, эмоцияны тану, немесе өзіңді тану, өзіңнің мықты жақтарың және әлсіз жақтарың. Және осы семинарларға балалардың белсене қатысқанына қарап, ол қазіргі сұраныстағы балаларға керек нәрселер деп айтуға болады. Өйткені адамды табысқа жетелейтін 85% оның бойындағы икемді дағдылары дейміз. Сөзімнің соңында айтып кетейін, енді бұндай әрине жақсы жұмыстың нәтижесін бірге бірлесіп, ұжым болып жасағанда жақсы нәтижеге жетуге болады. Сухомлинскийдің мынандай сөзі бар: тек қана ата-аналармен бірге жалпы күш-жігерді біріктіру арқасында мұғалім адамдық бағытты балаға беруі мүмкін дейді. Сондықтан барлықтарыңызға сәттілік, тыңдағандарыңызға көп рахмет.